паркі 2006 жылы құрылып, 149.053 гектар жерді алып жатқан, табиғи ресурстарды қалпына келтіруге өте үлкен үлесін қосатын табиғи парк. Парк аумағында 1635 түрлі өсімдік, 59 сүтқоректі жануарлар, 300-ден астам құс түрлері бар. Парк аумағында терек шыршалардың түр түрі, қызыл алма, долананың көптеген түрлері кездеседі. Парк аумағында рекреациялық ресурстар жақсы сақталғандықтан адамдар келіп өз денсаулықтарын қалпына келтіреді. Парк аумағында алманың түр түрі, қызыл долана, тағы да басқа мәдени өсімдіктер, қоңыр аю, тау барысы сияқты жануарлар кездеседі. Негізгі тұқымбақта 2638 қылқан жапырақты, 3382 жай жапырақты және 599 дана өзгеше көшет түрлері өсіп тұр. Мұндағы ірі аршалардың кейбіреуі 700 жылдан бері өсіп тұрғандығы анықталған. Аршаның 3 түрі, балғын арша, зеравшан аршасы және сауыр арша өседі. Шатқалды бойлай тастақ арналар бойымен бір көлік бұлағы ағып жатыр. Оның мөлдіреген салқын суы шатқалдың жасыл желегіне көрік беріп, ауасын тазартып тұрады. Саябақтағы таудың жасылы, долананың, бөрі қарақаттың, итмұрынның, өріктер мен алмалардың ну бұталары, қылқанды ағаштардың молдығы, жайқалған жаңғақ ағаштар мен дәрілік өсімдіктердің аңқыған иісі ауаны фитоциттармен толтырады. Саябақ аумағында кеншен шыршасы, кенекті шырша, пирамидалық емен, қызғалдақ ағашы және аю бадам сияқты сирек кездесетін ағаштар мен өсімдіктер көп кездеседі. 1979 жылы көрнекті қайраткер Асанбай Асқаровтың жетекшілігімен құрылған саябақта әзіргі таңда жалпы 500 мыңнан астам ағаш бар. 500 түрлі өсімдік, 500-ден астам өсімдік түрлері кездеседі. Жаратқанның бізге сыйлаған осындай кереметін сақтау, сұлулығын одан сайын көркейтіп, келешекке жеткізу әрбіріміздің қасиетті парызымыз. Туған өлкеміздің теңдессіз табиғатын туған анамыздай аялайық.
Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. Жер, су, ауа адам баласының ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына. Біз өзіміздің туған өлкеміздің әсем табиғатын тамашалап, табиғат анамыздың адамзатқа тарту еткен ұлы нығметтерін көріп, ерекше сезімде болдық.